Allahu akbar, Allahu akbar. Біздің жүрегімізге Аллах Тағала мынандай аятты баяндайды, өте әдемі аят. Әлем яғни, ей мұъмин құлдарым, әлі уақыт келген жоқ па сендерге? Ән тақшаға құлубухум ли зикрилlah. Алланы еске алуға құлап, жылайтын күн келген жоқ па әлі? Жүрегің сілкініске келетін күн келмеді ма сендерге әлі? Қаншалаған аяттар айтылып жатыр. Жүректерің Аллаға қарай қорқатын күн жетпеді ме әлі? Қашанға дейін осы күйде боласыңдар? Алланы еске алуға қарай қашан ұмтыласыңдар? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Сондай-ақ мына хақ деп аталатын Құранда түсірген аяттарға қарап, Раббым, мынау аятқа мен амал жасамадым ғой. Мынау күнә мен туралы айтылған сияқты ғой, Раббым, деп қашан өзгеретіңдер? وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. Анау сендерден бұрынғы өткен Исраил ұрпақтары осы сендер секілді бастаған, кейін істейм, кейін тәуба қылам, кейін жасайм, кейін өзгерем деп. Сөйтіп жүрген кезде сол кейіндері бүкіл ғұмырына созылып кетті дейді. فَتُولَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. Үміт деген, тәубасыз үміт деген билеп алды дейді жүректерін. Сондай бір тыныштыққа еленді олар дейді. فَقُسَتْ قُلُوبُهُمْ. Жүректері Алланы еске алуға байланысты қатайып кетті дейді. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Барлығын айтпайын, бірақ басым көпшілігі олардың бұйрықтан айни беретіндер дейді. Сосын Бақара сүресінде Аллах Тағала айтады: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ. Жүрегің тас болып кетсе де дейді, бізге айтып отыр. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. Тастардың ішінде ішін жарып бұлақ шығатын тастар бар дейді. Жүректерді сипаттап отыр да. Қараңыз, өзіңді өзің сөккілесең, жүрегіңді жарып шығатын, сондай жарып шығатындай әсерлер бар дейді. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Сондай бір тастар бар, жарылады да ішінен су шығатын дейді. Жасты айтып отыр ғой, жаңағы өзгеріс сезімін айтып отыр. وَإِنَّ مِنْهَا. Сондай-ақ мынандай тастар да бар дейді. لَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Алладан қорқып құлап қалатын. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Алла әсте бейқам емес сендердің не істеп жатқандарың жайлы. Егер де маған қарай жол іздесеңдер дейді Алла Тағала, ана тасты сындырам дейді. Сондай жүректі берем саған дейді. Тек сен Раббыңа қарай қайтатын күйің рас болсыншы дейді. Сол растық арқылы мен сені алып шығам дейді. Мен саған иманның ләззаттарын көрсетем дейді Алла Тағала. Сондықтан жаңағы аяттан кейін мынау аятқа назар аударайық. Иғламу. Біліңдер, ей құлдарым, біліңдер. Иғламу анналлаха юхил арада бағда маутиха. Аллах Тағала дейді, өлі жерді тірілтеді деп дейді. Міне дәл қазіргі біздегі сәт көктем кеп жатыр. Жер өлі еді. Қазір жер не істеп жатыр? Ихтаззат. Қараңыздар, жібіп, қопсып, әмбәтат мен күлдесем жаңағы заужин бахич. Әрбір өсімдігін шығарып жатыр ғой дейді қазір. Біліңдер, ей құлдарым, Алла Тағала өлі жерді тірілтеді дейді өлгеннен кейін. Қод байянна лакумул аяти лааллакум тақилун. Аяттарды осылай сендерге баяндаймыз, мүмкін ақылдарыңды қозғарсыңдар. Мен сендерді тірілткім келіп тұр дейді. Біз тірі болсақ та өліміз екен. Қашан Раббымның бұйрығына бүйтіп тұрмайынша, біз тірі болсақ та жүрегіміздің кейбір тұстары өлі екен. Сол жердің бәрін тірілтем дейді мен. Мен өлі жерді тірілтем дейді Алла Тағала. Сенің жүрегіңді де тірілтем дейді мен. Тек сен маған қарай қайт дейді. Маған қарай.